Ұстаз Бекет атаға баруға бола ма дейді. Болады, неге болмайды? Барыңыздар, көріңіздер, қандай керемет мешіт, қандай керемет рухани жер. Рух аласыз, энергия аласыз. Барыңыз, көріңіз. Қазақтарым, мына Ахмақ надан Дүмше молда неше атып отырған тыңдадыңыздар ма? Бұл есалаң халықты, сіздерді шіркке итермелеп отыр. Бекет ата, Мекет ата, Шекет ата дегендерге баратын болсаңыздар шіркі жасайсыздар. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам кезінде осындай адамдарды біз қазір зират дейміз, мола дейміз, қабір дейміз, соған баруға болмайды деп айтқан. Неге? Өйткені білімсіз адамдар ол кезде де болған, қазіргі кезде де жетеді ондай адамдар. Сол қабырға барып, солардан барып көмек сұраған, жәрдем сұраған, шірк жасаған. Аллах шірктен басқа бәркін өздерін кешірем дейді. Сол шіркке итермелеп отыр бұл ақмақ. Ондай жерлерде жаңа айтып отыр ғой, энергия аласың деп. Ешқандай энергия алмайсың. Әкесінің басының энергиясы ма? Кім береді оны энергияны? Талда жатқан энергия жоқ. Оны шайтан береді. Бұл ондай жерлерде, қасиетті жерлерде дейді, ондай жерлерде шайтанның орталығы, шайтан отырады. Сосын барған адамдарға шайтан жындарын қосып жібереді. Сосын шірк жасайсыздар. Жаңағы энергияны шайтан береді. Шайтан кезінде керемет үлкен ғұламалардың бірі болған, періштелерге сабақ берген. Құлық, сұмдықтың, сиқырдың бәрін біледі ол. Адамдарға өтірік энергия берген болады, көңіл көтеріні, көңіл күйін жақсартады. Аурулар болса, сырқаты болса, соған кішкене болсын жеңілдетіп жібереді. Сосын адамдар ойлайды, ой, сол жерге барсақ, әулие адамның басына барсақ, әулие көмегінің әр уақыт бізге көмектеседі. Жоқ, ештеңе көмектеспейді сіздерге. Тек шайтан ғана көмектеседі, жындарын іштеріңізге салып беріп. Сондықтан мынандай ақмақ надан Дүмше имамдарды тыңдамаңыздар, сақ болыңыздар. Ондай жерге барып қажет жоқ. Егер көмек керек болса, отырғап қолдарыңызды жайыңыздар да Аллахтан көмек сұраңыздар. Егер 2 рәкат намаз оқып көмек сұрасаңыздар, одан да жақсы болады.